бір әулие өзінің бала кезінде, яғни балиғат жасқа толмай тұрған кездегі бір әкесімен арасында болған әңгімені былай баяндап береді. Әлі балиғат жасқа толмаған кезім еді дейді. Бірақ намазға, құлшылыққа, оразаға сондай құштар едім. Кейде ораза ұстаған кезде тамақ жеуді, яғни кешке ауызашардың өзін ұмытып кететінмін дейді. Менің бұл жағдайымнан әкем қорқып, уайымдап бір күн маған айтты дейді, балам, осыншалықты берілме. Ертең менің жасыма келесің, сол кезде ұстайсың оразаны, сол кезде жасайсың. Қазір осылай жүріп өліп кетуің мүмкін деп өзінің уайымын білдірді дейді. Мен әкеме айттым дейді. Сіз екеуміздің арамызда болып жатқан жағдай, яғни сіздің мені түсіне алмай тұруыңыздың себебі мына оқиғаға ұқсайды. Жұмыртқа басып жатқан бір тауықтың астына үйректің жұмыртқасын әкеп қояды екен. Кейін ол үйректің жұмыртқасынан енді үйректің балапаны шығады ғой. Кейін тауық сол жұмыртқалардан шыққан барлық балапанды өзінің балапаны деп ойлайды. Сөйтіп бір күн судың жағасында кетіп бара жатқан кезде үйректің балапаны енді суды көрген кезде оның болмысында бар, жаратылысында бар, суға сүңгіп кетеді. Тауық безек қағып судың айналасында жүгіреді. Екеміздің арамыздағы түсініспеушілік осы сияқты дейді. Енді бұл әңгімеден шығаратын ғибрат, біз көптеген жағдайда осындай қателікке түсеміз. Руханиятта болсын, тәрбиеде болсын, мысалы, тәрбиеде бір адам өзінің кішкентай кезінде қолы жетпеген ойыншықты қаншама уақыт өткеннен кейін ол баласын алып беруі мүмкін. Баласы оны ұнатпауы мүмкін, мысалы. Ол адам түсінбейді. Бізде баяғыда бұндай да ойыншық болмайтын. Бұл неге разы болмайды? Неге бұл ойыншықпен ойнамайды? Деген сияқты. Немесе өзінің тар көзқарасымен баласына қарайды. Оның соншама құлшылық жасап жатқанын, немесе намаз оққан, ораза ұстағанын ол епсіз көреді. Түсіне алмайды. Біз бала кезде бұндай құлшылық жасамайтынбыз, бұл қайдан шыққан дін, немесе әлі жасың бар, ойнап күліп ал, белгілі бір жасқа келген кезде жасайсың құлшылығыңды деген сияқты қателіктерге түсіп жатамыз. Өзіміздің өмір сүрген қоғамға қарай икемделмейтін болсақ, онда көптеген пікірлерге біз жабық боламыз.